Қыздар, бүгін үш түрлі, үшеуінің дәмі бір-біріне ұқсамайтын үш өте дәмді салаттардың видео рецептісімен бөлісетін болам. Ең бірінші баклажан салаты, икра, яғни бұл салатты мен аппетитка деп ат қойсам болатын еді. Себебі кез келген тамаққа араластырып жесеңіз, прям тәбетіңізді ашатын салат. Ащы, тұзды, өте дәм керемет. Ал мынау хрустка салаты огурцымен жабылған. Бұл салат енді атына заты сай хрустящий, прям ғырт-ғырт деп желінетін өте дәмді, сулы, сочный салат. Үшіншісі қызылша салаты. Бұл енді тәтті, яғни сладкий салат деп айтсам болады. Балаларға қатты ұнайтын салат болады. Хрустик салатына керекті көкөністердің барлығын описанияға қалдыратын боламын. Ең бірінші бізге көкөністің барлығын көріп тұрғаныңыздай крупный кубик қылып турастек, огурцыды дөңгелек етіп турап алдым. Барлығын турап болған соң, бір ас қасық уксус 9%, бір шай қасық қант және бір шай қасық тұзды қосып, барлығын жақсылап араластырдым. Және де 200 грамм сұйық май, растительное масломды қостым. Және ыстық қайнап тұрған 130 грамм суымды қостым. Барлығын қосып жақсылап араластырып болғаннан кейін газға қатты отқа қойып крышкасын жауып қоясыз. Қайнағаннан кейін 10 минут қана қатты отта пісіріп аласыз. Стерилизленген крышкамен банкаға салатты салып, крышкасын жаба бересіз. Қыздар, енді қызылша салатының рецептісінің не керекті көкөністің барлығын описанияға қалдырамын. Ең бірінші қызанақты мясорубкадан өткізіп аламыз, және де пиязды полукольца қылып майдалап турап аласыздар. Сәбіз бен қызылшаны майда теркадан өткізіп аласыз. Кастрюлеңізге ең астына қызанақ, пияз, сәбіз, қызылшаны төсеп болғаннан кейін бір ас қасық тұз, жарты кружка қант, жарты кружка сұйық майыңыздың барлығын құйып, жақсылап араластырасыз да кастрюльге қайнағанша қойып қоясыз. Қайнағаннан кейін бәрін тегістеп қақпағын жауып, жай отта 30 минут пісіресіз. 30 минуттан кейін бір ас қасық уксусты салып, тағы 10 минут пісіріп аласыз. Стерилизленген банкаңызға салатыңызды құйып, жақсылап жауып алсаңыз болады. Қыздар, икра салатына керекті заттардың барлығын описанияға қалдыратын боламын. Ең бірінші көкөністерді майда кубикпен турап аласыз, сәбізден басқа. Сәбізді майда теркадан өткізесіз. 1,5 стакан майыңыз қызғаннан кейін пияз, сәбіз, баклажан, қызанақтың әрқайсысын 5-5 минуттан қуырып аласыз. Қызанақты салып қуырғаннан кейін қантты, чеснок, укроп, кинзаны, тұзыңызды салып, барлығын араластырып, жарты сағат пісіріп аласыз. Жарты сағат пісіріп болғаннан кейін уксус, бір ас қасық 9%-дық уксусыңызды салып, тағы да жарты сағат пісіріп аласыз. В общем, 1 сағат піседі салат. Мен сәбізді кубиктап турап қойыптым, бірақ сіздер майдалап теркадан өткізіңіздер. Барлығын стерилизовать еткеннен кейін 1 литрлік банкаға 1 аспиринді салып, банкаңызды жаба бересіз.